Саламатсыңдар ма, балалар? Сабағымыздың тақырыбы. Қандай дерек көздер сақтар туралы мәлімет береді? Оқу мақсаттарымыз: картадан тайпалық одақтардың орналасуын көрсету, ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын білу. Балалар, ғалымдар Қазақстан жерін мекендеген сақтардың қоныстанған жерлерін анықтады. Сақ тайпалары мен тайпа одақтары негізгі үш топқа бөлінеді. Олардың бірі Жетісуда, Тянь-Шань тауларында, Сырдария өзенінің орта ағысында тұрған. Сақтардың бұл түрі шошақ бөрікті сақтар, Тиграхауда деп атады. Олардың суреті Персепольдағы Ксеркс сарайында қабырғаларында кездеседі. Жетісу алқабы шошақ бөрікті сақтардың жиі қоныстанған орталығы болған. Күні кешеге дейін қазақ халқы өздерін шошақ бөрікті қазақпыз деп атап келген. Сақ тайпаларының екінші бір тобы Арал теңізінің маңында Сырдария мен Амударияның төменгі ағысын мекен еткен. Парсылар оларды теңіздің арғы жағындағы сақтар Парадария деп атаған. Сақтардың үшінші тобы Мұрғап өзенінің аңғарында өмір сүрген. Оларды хаума сусын дайындайтын сақтар Хаумаварга деп атаған. Сақтар туралы жазба деректерді үш топқа бөлуге болады. Біріншісі ежелгі парсы патшаларының тастағы сына жазбалары, екіншісі грек-рим авторларының шығармалары, үшіншісі Геродот пен Страбон жазбалары. Сақтар. Құрметті оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз темір дәуірінде қазақ жерін мекендеген сақ тайпалары және олардың түрлері, қоныстанған жерлері мен қоғамды құрылысы, сонымен қатар олардың қандай шаруашылық түрімен айналысқаны жөніндегі жазба деректер мен тарихи мәліметтер жөнінде болмақ. Сақтар туралы алғашқы мәліметтер. Сақтар туралы жазба деректерді үш топқа бөлуге болады. Біріншісі ежелгі парсы патшаларының тастағы сына жазбалары мен Геродоттың еңбектеріне негізделген. Екіншісі Александр Македонский мен оның мұрагерлерінің жорықтары кезіндегі грек жазбалары. Үшіншісі Орта Азия халықтарымен байланыста болған өз замандастарының мәліметтеріне сүйенген грек және латын ғалымдарының жазбалары. Парс патшалары бірінші Дарий мен Ксеркстің бұйрығымен жазылған мәтіндерде Қазақстандағы сақ тайпаларының аты аталады. Грек және латын тіліндегі деректердің арасынан Геродот пен Страбонды айтуға болады. Сақтар біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықта Орта Азия мен Қазақстан жерін мекен еткен ежелгі тайпа. Жалпы сақ тайпалары атауының мағынасы жайында көп пікір бар. Сақ сөзінің мағынасын парсы жазбаларында құдіретті еркектер деп түсіндіреді, ал Иран жазбаларында жүйрік аты турлар дейді. Ежелгі грек авторлары сақтарды азиялық скифтер деп атайды. Біздің заманымызға дейінгі 484-425 жылдары өмір сүрген грек тарихшысы Геродот шошақ бөрікті сақтарды Тиграхауда массагеттер деп атаған. Олар батыр жауынгерлерді ардақта құрмет тұтқан. Сақ деп аталатын тайпалардың әрқайсының өз алдына көсемі болған. Антропологтар сақтарды европалық нәсілге жатқызады. Сақ тайпаларының қоныстануы. Ғалымдар Қазақстан жерін мекендеген сақтардың қоныстанған жерлерін анықтады. Сақ тайпалары мен тайпа одақтары негізгі үш топқа бөлінеді. Олардың бір тобы Жетісуда, Тянь-Шань тауларында, Сырдария өзенінің орта ағысында тұрған. Сақтардың бұл түрі шошақ бөріктер, сақтар Тиграхауда деп аталады. Сақ тайпаларының екінші бір тобы Арал теңізінің маңында, Сырдария мен Амударияның төменгі ағысын мекен еткен. Парсылар оларды теңіздің арғы жағындағы сақтар Парадарая деп атаған. Сақтардың үшінші тобы Мұрғап өзенінің аңғарында өмір сүрген. Оларды хаума сусын дайындайтын сақтар Хамаварга деп атаған. Олар жылқының үстінен ашып, хаума аты ерекше сусын дайындай білген. Арал теңізінің аумағын мекендеген сақ тайпаларын жазба деректерде Апасяг, Дай, Массагет және Каспилер деп атайды. Сақтардың қоғамдық құрылысы. Ерте темір дәуірінде мүлік теңсіздігі орнықты. Мұны археологиялық қазбалар мен жазба деректер дәлелдейді. Сақ патшалары құдіретті билеушілерге айналды. Сақ қоғамы жауынгерлер, абыздар және қауым мүшелері, малшылар мен егіншілер деп аталатын үш топтан тұрды.
Әрбір қоғамдық топтың дәстүрлі өз түсі болды. Жауынгерлердікі қызыл, абыздардікі ақ, ал малшылар мен егіншілер сары және көк түсті киімдер киген. Сақтардың шаруашылығы. Көптеген деректерде сақтардың мал шаруашылығымен айналысқандығы айтылады. Сақтардың өмірінде жылқы өсіру маңызды орын алды. Оларда жылқының екі түрі болған. Аласа бойлы аяқтары мығым, басы мен денесі ірі күш көлігі ретінде пайдаланылатын жылқылар. Екінші, шоқтығы биік, жарау денелі, жауынгерлер соғыста мінетін жылқылар. Сақтардың мал шаруашылығының негізгі бағыты қой өсіру болып, олар құйрықты және биязы жүнді қойларды көп өсірген. Батыс және оңтүстік Қазақстанның далалы және шөлейт аймақтарын мекендеген сақтарда түйе өсіру кең тарады. Сақтар отырықшы мал шаруашылығымен қатар, өзен және сулы аймақтарда суармалы егіншілікпен айналысқан. Ал енді балалар, деректегі сақ сөзінің мағынасын анықтаңыздар. Геродот Иран жазбаларында, парсы деректерінде, грек авторларының еңбектерінде сақ сөзінің мағынасы қандай екен? Сау болыңдар балалар.